Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай керемет булочка дайындаймыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қарап, қалай дайын болатынын біліп алсаңыздар болады. Алдымен бізге керекті заттар. Мен описание бөліміне астын әзірін жаза кетемін. Жылы сүт қажет болады, қант қажет болады. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын маргарин, пампушка маргарин ертіп аламыз. Оны да араластырып аламыз жақсылап. Сосын 2 жұмыртқа саламыз. Оны да әдемілеп араластырып аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау кнопкасын баса кетсеңіздер болады. Міне ұн салып, әдемілеп қамыр жасап аламыз. Біз дрожжаны опора жасап алдық. Ұнмен дрожжаны жылы суға араластырып, дәл осындай ашытқы жасап алдық. Қолымызбен әдемілеп илеп аламыз қамырымызды. Қамырымыз қатты да болмау керек, жұмсақ та болмау керек. Дайын болды міне қамырымыз. Енді бұл қамырды ашытып қоямыз. Отыз минутта қамырымыз ашып дайын болады. Міне қамырымыз уже ашып қалды. Енді оны әдемілеп домалақтап бір келкіт жинап аламыз. Барлығына қамырымызды дәл осылай кесіп, домалақ қылып, барлығына қойып шығамыз. Дәл осылай міне бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болды міне. Бұл 10 минуттай тынып тұру керек. Толық тынғанға дейін біз кейбір булочканың ішіне творог саламыз. Соның начинкасын дайындап аламыз. Творогты дәл осылай жұмсартып аламыз. Оның ішіне сметана қаймақ саламыз. 2 шай қасық. Сосын азғана қант саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Егер де дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады. Менімен бірге болыңыздар. Тұрақты түрде 3 рет аптасына жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Міне достар, қамырымыз тынды. Енді біз әдемілеп булочка жасаймыз. Алдымен біз рогалики булочкасын жасап аламыз. Дәл осылай жайып, пышақтың жәрдемімен кесіп аламыз. Жаңағы дайындаған творогымызды салып, дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. Міне дайын болды. Тағы да көрсеттім, сіздерге түсінікті болу үшін тағы да дәл солай етіп кесіп аламыз. Творогымызды саламыз. Оны да дәл осылай орап қоямыз. Рогаликілерімізді түйіп алдық. Мұны әдемілеп булочка жасап алдық. Енді бұны 10 минут тындырып қоямыз. Екінші булочкамыз дәл осылай жасап аламыз. 8 сияқты булочка. Дайын болды міне. Келесі булочкамыз. Сердечко булочкасын жасаймыз. Қамырымызды жайып, майлап, сосын ортасынан бөліп аламыз. Сердечко булочкамыз дайын болды міне. Сіздерге түсінікті болу үшін мен 4 булочканы дәл солай көрсеттім. Ішіне күнжіт салып жібереміз. Қалағандарыңыз мак салса да болады, күнжіт салса да болады, мейіз салса да болады. Біз өзіміз осы дәл күнжітпен өте әдемі болады. Дәл солай
видеодағыдай етіп жасап аламыз. Келесі булочканың ішіне, дәл осы домалақтардың ішіне мейіз салып шығамыз. Шоколад салса да болады. Қазақстан шоколадыны екіге бөліп салсақ өте әдемі болады. Енді қазір өрмелі булочка жасаймыз. 3 қамырды дәл осылай жайып алып, видеодағыдай етіп дәл осылай өріп шығамыз. Оңай әрі жылдам дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер міне. Сіздерге түсінікті болу үшін қайта-қайта көрсетіп жатырмын. Дайын болды міне. Булочкаларымызды түйіп алдық, бәрін әдемілеп. Соңында ромашка жасаймыз қазір біз. Дайын болды бұлда. Рогаликелеріміздің бетіне жұмыртқамен сүтімізді араластырып жағып шығамыз. Сосын күнжіт жағып шығамыз барлығына. «180 градусқа 30 минут пісіріп аламыз булочкаларымызды. Қызып тұрған духовкамызға саламыз. Міне салдық. Енді екінші булочкаларымызды дәл бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамен сүтті араластырып, жақсылап бетіне сүртеміз. Бұның үстіне мак жағып шығамыз. Дайын болды. Жаңағы салған булочкаларымызды пісіп қалды. Оны алып, екінші булочкаларды саламыз. Міне достар, булочкаларымыз дайын болды, пісті. Өте жұмсақ, өте дәмді булочкалар. Сіздерге үлкен рахмет, менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, дәл осы булочкаларды көргендеріңізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт бойынша жасап, каналға қолдау білдіріп кетіңіздер.